Алматыда Нұр Отан партиясының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясын жүзеге асыру тетіктері талқыланды. Аталған құжат 2014 жылдың 26 желтоқсанында президент жарлығымен бекітілген. Дөңгелек үстел отырысына партияның қалалық филиалының мемлекеттік істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментінің өкілдері, қоғамдық ұйым жетекшілері, кәсіпкерлер мен журналистер қатысты. Сарапшылардың пікірінше, сыбайлас жемқорлықпен күрестің тиімділігін арттыру үшін профилактикалық шараларды күшейту керек. Егер қоғамның әрбір мүшесі жан-жағындағы келеңсіздікке немқұрайлы қарамайтын болса, жемқорлықтың азаятыны сөзсіз. Мысалы, былтыр Алматыда 11 адам жемқорлыққа қатысы бар деген себеппен партия қатарынан шығарылған. Олар заңды түрде тиісті жазамен алатын болды, деді партия өкілдері. Бұл үлкен індетке қарсы күресудің ең төте жолы, ең ыңғайлы, ең оңтайлы жолы ол бүкіл көпшіліктің қоғамдық ортаның басын қосу. Егер бұған жеке-жеке күресетін болсақ, одан ешқашан нәтиже бермейді. Бүгінгі таңда біздің департаментте 53 іс қаралуда, оның 38-і сыбайлас жемқорлықпен байланысты, соның ішінде көпшілігі құқық қорғау органдарына байланысты және денсаулық, білім и бюджетке қатысты қылмыстық істер қаралуда.